Әдеби терапия дегеніміз не? Бұл эмоционалдық және психологиялық мәселелерімізді зерттеу және шешу үшін сөздерді, әңгімелерді және поэзияны қолданатын әдіс. Әдеби терапияның ұзақ тарихы бар. Ежелгі дәуірдің өзінде грек философтары кітап оқуды ақыл-ойды тыныштандырудың және психикалық әл-ауқатты жақсартудың бір құралы ретінде пайдаланған. Кейіннен бұл әдіс кеңінен таралып, психотерапияның заманауи әдістеріне енгізілді. Ал бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде жарақаттан кейінгі күйзелістен немесе посттравматическое расстройстводан зардап шеккен американдық ардагерлер әдеби кітаптарды оқып, топтық талқылауларға қатысу арқылы емделген. Орта ғасырларда монахтар оқу мен жазуды ақыл-ойдың ауыртпалығын жеңілдету үшін және рухани өсуді ынталандыру үшін пайдаланды.